Сәлеметсіздер ме, құрметті ютуберлер және әлі ютубты бастамаған мырзалар мен ханымдар. Бүгінгі видеода осы 2022 жылы нәтижеге жететін, яғни ататын 6 канал туралы мен сіздерге айтатын боламын. Әрине барлығы өзінің басты жұмысын тастамай қосымша табыс тапқысы келеді. Минимум айына бір 500 мың теңге тағы да плюс түсіп тұратын болса, қаншама көптеген проблемаларды шешеміз. Осы видеоның алдында айтқан болатынмын, неліктен ютубты қазір бастау керек, көрмеген болсаңыздар көре кетіңіздер. Ал бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, ең бірінші бағыт ол стройка. Яғни 2022 жылы осы Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа байланысты, одан бөлек пандемия болды, қаншама проблемалар болды. Соған байланысты халықтың әл-ауқаты әлде қайда түсіп кеткен болатын. Енді осыған орай адамдар көп шығын шығармай, аз ақшаға көп результат, яғни нәтиже алғысы келетін видеолар көре бастайды. Яғни өз қолымен бана стройка жасау. Именно стройкаға келетін болсақ, алтын нишан үшін айтып кетейін. Ең бірінші стройка медиктерге, автоблог түсіретіндерге, мұғалімдер, қолөнермен айналысатындар және тревел блогтар. Қазір әрқайсысы не үшін екенін бөлек-бөлек айтып кетем. Именно стройкамен айналысатындар не үшін сондай видео түсіру керек? Стройкамен, құрылыспен айналысатындар без разницы ол. Үй соға ма, кафель қоя ма, обой клейлей ма, терезе жасай ма, есік жасап пластиковый есік қоя ма, без разницы. Стройкаға қатысыңыз бар ма, уже канал жүргізіп түсіре бастау керек. Өйткені мынау кризис келгелі адамдар бағана айтқандай әл-ауқаты түсіп, қымбат заттарға, қызметтерге қол соза бермейді. Көбісі қалай үй жағдайында жасап алуға болады, немесе қол жетімді бағамен қай жерден тапсырыс беруге болады, соны іздей бастайды. Сол моментте именно сіздің видеоңыз уже көмекке келеді. Ал не үшін именно сіздің видеоңыз? Өйткені YouTube платформасы номер бірінші болып тұр қазіргі таңда. Яғни кез келген нәрсе іздейтін болсаңыздар, YouTube'тан іздейді. Даже сіздер өздеріңіз алатын болсаңыз, қалай салат жасау керек, қалай есік жөндеу керек, қалай машина жөндеу керек, даже Instagram'нан немесе TikTok'тан қалай ақша табуға болады, оның өзін сіздер YouTube'тан іздейсіздер. Осы фонда қалай құрылыс жасау керек, қалай кафель қою керек, қалай есік қою керек деген секілді, қалай үйді дұрыс соғу керек деген сияқты темаға келген кезде осы құрылысшылардың видеосына келіп соғады. Екінші бағыт бұл медицина. Бірінші байлық денсаулық дейді. Барлығы өзінің денсаулығына бірінші орында көңіл бөледі. Бас аман болса барлығы болады деген осы. Тамақ ауырып қалса да, жөтеліп қалса да, көбісі больницаға бара бермейді. Тем более қазір білесіздер, бір нәрсені емдеу үшін қаншама қыруар ақша жұмсау керек. Соны көбінесе үй жағдайында қалай емдеу керек, қандай дәрі ішу керек, қандай нәрсе жасау керек. Осыған байланысты медиктер қандай медицина болсын, стоматолог болсын, акушер-гинеколог, уролог болсын, без разницы. Медицинада даже кәдімгі врач болмаса да, медсестра болса да, сондай влогтар түсіріп, егер де температураныз көтерілсе, мынандай әрекет қолданасыз. Егер де жөтелсеңіз, откашля мынандай нәрсе ішесіз. Егер де иммунитетіңіз түсіп кетсе, ұйқыңыз қанбай жүрсе деген тақырыптар, миллион тақырып бар. Ондай влогтарды адамдар міндетті түрде көреді. Әрине қарапайым инструменттер бар: оптимизация, әрекетке шақыру, видеоның атын дұрыс қою, басында бөлмен көрермен ұстап қалу деген секілді қарапайым инструменттер арқылы просмотрларыңызды, подписчиктеріңізді, қосымша қызмет пен тауарларыңызды спокойно сата беретін боласыз. Және үшінші сала бұл машина саласы. Бағана айтқанда, уже адамдар салоннан жаңа машина алуды доғарып келе жатыр. Соған орай көбісі базарға баруға ерінеді. Және барған күнде де басқа қаланың базарларының бағасы, нарығы қандай болып жатыр, оны YouTube'тан қарап отырады. Қарапайым базардың съемкасы, базардағы бағалар қанша болып жатыр. Немесе бана ходовканы қалай жөндеу керек, моторды қалай жөндеу керек, қалай химчистка жасау керек, қалай полик жасау керек, қалай полировка жасау керек. Машинаға не қатысты кез келген нәрсе қазір өтеді. Мен өткен видеода айтқан болатынмын, қалай менің студентім, Авто.kz деген каналының авторы 2 аптада 1000 подписчик жинап, уже монетизацияға қосылған туралы. Көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Авто саласы күннен күнге актуальный бола береді. Сондықтан да автоканал жүргізетіндерге, машинамен қатысы барларға жіберіңіздер.
бөлісіңіздер осы видеомен. Сен СТО-да жұмыс жасайсың ғой, осы видеоны көр деген секілді. Қосымша табысқа еге болсын. YouTube'тың бір кереметтілігі, и так жасап жатқан нәрсені жасайсың, бірақ еще саған қосымша табыс түсіп жатса, бір жерің тесіп ала ма? Төртінші бағыт бұл мұғалімдер. Осы уақытқа шейін бізде онлайн сабақ алу деген бір басқа бір дүние сияқты болып көрінетін, қолжетімсіз, бір сенімсіз нәрсе болып көрінетін. Бірақ мынау пандемия келгелі, карантин болып, бізде онлайн саласы кәдімгі үлкен деңгейге дамып кетті. Осы жерден келесі өзекті мәселелер туындай бастады. Онлайн сабақ порталы, онлайн интернет деген нәрселер дамып кетті. Кәдімгі YouTube'да перегрузка болып кетті. Содан бері уже халық үйреніп қалды онлайн білім алу деген. Мен қаншама студенттерім бар, мұғалімдер, математиктер, геометриядан бастауыш сыныптарға сабақ беретін, БЖБ, ТЖБ-ны үйрететіндер. Олардың кемінде просмотр 2000-3000 просмотр. Неліктен? Өйткені адамдар уже онлайн білімге бейімделіп алды. Уже үйден шықпай-ақ қосымша білім алуға мүмкіндік бар екенін көрді. И не важно, сіз бастауыш сыныпта сабақ бересіз ба, садикте тәрбиешісіз ба, тәрбиешіге байланысты көптеген видеолар әлде қажет етеді бізде. Қалай телефоннан баланы ажырату керек, баланың психологиясы, балаңыз ұрлық жасап қойса деген қарапайым темалар бар. Оны да қозғай беруге болады. ТЖБ, БЖБ дайындықтары, НТ-ға қалай дайындалу керек, мынау сұрақты қалай шешу керек, тарихқа байланысты, математикаға байланысты, химияға байланысты, без разницы, қандай мұғалімсіз, именно сіздің мамандығыңыз БЖБ, ТЖБ-да бар болса, сабағыңыз, пәніңіз, НТ-да бар болса болды, сіздің видеоларыңыз көптеген просмотр жинап, еще қызметпен өзіңіздің онлайн сабақтарыңызды сататын мүмкіндік қазір туып тұр. Одан кейін келесі бағыт бұл қолөнер. Өздеріңіз білесіздер, бізде Қазақстанда қолынан бал тамған мастерлер өте көп. Тігін мәселесі болсын, тоқу мәселесі болсын, ағаштан әртүрлі ұсталар бар, темірден жасайтын сварщиктер бар деген секілді көптеген қолөнершілер бар. Олар өзінің қолөнерін қайда сатам деген сұрақ туындайды кейбіреулерінде. Кейбіреулері қосымша табыс тапқысы келеді. Мына осы YouTube-қа осы видеоларыңызды жүктей отырып, және басқа адамдарға сол қолөнерді қалай жасап үйренуге болады, соны үйрете отырып, сіздер қосымша әрине табыс таба аласыздар. Қолөнершілерге керемет мүмкіндік. Одан кейін 6-шы бағыт бұл travel blog. Travel blog дегеніміз қыдыру. Қай жерде қыдыруға болады. Именно қазіргі мен айтып жатқаным бұл шетелдік travel блогерлер емес. Түркияға барып, Египетке барып, Дубайға бару емес. Осы Қазақстанда жүріп, қандай кафеде тамақ жеуге болады, қандай гостиница, ресторандарға баруға болады, табиғаттың қай жерлеріне баруға болады. Осы нәрселерді түсіндіру, видеоға түсіру. Кәдімгі қарапайым камераны қосып алып, сәлеметсіздер ме, құрметті достар, бүгін мен ешқандай Түркияға, Америкаға кеткен жоқпын. Осы Алматы төңірегіндегі Көктөбедегі коттедждерде өзіміз отбасымызбен 2 күнге арендаға алдық. Бұның арендасы мынанша теңге деген секілді. Немесе мынау Шымкент төңірегіндегі мынау Бүргөлік немесе Машат шатқалдарына демалуға бардық деген секілді. Әр қаланың өзінің демалатын орны бар. Шардара болсын, Көктөбе болсын, Каспийдің жағалауы болсын. Өйткені бағана айтқандай халықтың әл-ауқаты сәл төмен болғандықтан қазіргі таңда пандемияға байланысты, мынау Ресей мен Украинаның қақтығысына байланысты әл-ауқат төмендеп қалды. Соған байланысты көбісінің билеттер де қымбаттап кетті самолеттарға. Өйткені Ресейдің самолеттарын, ұшақтарын бәрін тоқтатып қойды. Барлығы Қазақстан арқылы ұшады, Қазақстанның самолеттерімен қолданады. Сондықтан да билеттер бірден қымбаттап кетті. Самолетпен бармай-ақ осы жақын арада немесе Қазақстанның ішінде автокөлікпен қай жерге барып қыдыруға болады, демалуға болады, қай жерден тамақ жеуге стоит, не стоит, соны түсіндіре отырып ақ просмотрдан ақша және қосымша бағанағы демалыс орындары тревел блогерлерге ақша береді. Менің жеріме келіп демалып кет, барлығы тегін, еще ақша береді. И бізді көрсет деп айтқан үшін мінекей қақта жатыр ақшаның барлығы. Осы мүмкіндікті пайдаланып, қазірден бастап уже видео түсіру керек. Егер де осы құрылыс саласы болсын, медик болсын, мұғалім болсын, авто бағытында болсын, қолөнер болсын, қолы бос болып жүріп не түсірем деп жүргендер болсын, осы видеоны жіберіңіздер. Мінекей осы сенің салаң бойынша осылай табыс табуға болады екен деп олар көрсін, бөлісіңіздер. Және комментарияға жаза кетіңіздер, қандай сұрақтарыңыз бар. Келесі видеода ең орынды деген сұрақтарға мен осындай видео жауап беретін болам. Каналға тіркеліп қойыңыздар және келесі видеода кездескенше сау сәлемет болыңыздар.